бір мектепте оқыған бірнеше жас балдар, 4 бала және 4 қыздар жақын дос болатын. Bir күні олар достарының үйінде шағын отырыс жасаған. Сағат түнгі 12-ге жақындағанда бір-бірлеріне қорқынышты оқиға айта бастады. Bir шетінен өздерінің мықтылығын елес бар жерге барып тексергілері келді. Оларға бір қорқынышты жерге барып бірін-бірі қорқытқан қызық секілді көрінді. Бірнеше жылдар бойы олар қаланың шет жағындағы тасталып кеткен ескі мектеп жайлы көп естіген. Барлығы мектепті қарғыс атқан және ішінде елестер көп жүреді деп айтатын. Ал жас балдардың ешқайсысы елеске сенбейтін. Жай ғана бір-бірлерін қорқытқысы келді. Ал мектеп соған әдемі жер еді. Қыздардың бірінде көлік болатын. Сол себепті олар ескі мектепке тез жетіп, жақын жерге тоқтады. Достар топқа бөлініп, мектепті зерттеп аламыз деп шешті. Жоспар былай болатын. Топқа бөлініп, мектепті сағат тіліне қарсы жүріп, айналып шығу. Ал айналып шығу үшін 10 минут жететін. Алдымен бірінші топ барып қайтып келгенде не көргенін айтып беру керек болған. Кейін екінші топ. Солайша кезекпен қарап алу керек болған. Бірінші топ бала мен қыз мектепке қарай кетті. Ал қалған 6-ы көлікте күтіп отырды. Бірнеше уақыт өте шыдамдары таусыла бастады. 20 минуттан асып кетті, ал достары әлі оралған жоқ. Жарты сағаттан асқанда күтуден шаршап мектепке екінші топ кетті. Қалғандары тағы да ұзақ күтті, бірақ екінші топта оралған жоқ. Көліктегілер не болғанын түсінбей, бізбен ойнап жүр деп күдіктене бастады. Бірінші топтың келмегеніне 1 сағаттан асып кетті. Үшінші топ ашумен жоғалып кеткен достарының артынан кетті. Бірақ олар да оралмады. Көлікте қалған қыз бен бала қатты қорқып кетті. Қыз шыдамай жылап жіберді. Бала оны жұбатқысы келді. Мен барып достарымызды тауып келейін. Егер жарты сағаттан соң оралмасам, бірден полиция шақыр деп айтты. Бала кеткен кезде қыз көлікте жалғыз дыбыссыз жылап отырып қалды. 1 сағат күтті де, ешкім оралмаған соң жақын маңайдағы полиция пунктіне жол тартты. Мектепке қайтар жолда қыз 4 полиция қызметкерін алып келді. Алғашында олар ештеңе таба алмады, бірақ жаттығу залының есігі ашық тұрғанын байқады. Ішіне кірсе, ешкім болмады. Тып-тыныш. Кейін киім ауыстыратын бөлмеге кіргенде, полицейлер жоғалып кеткен 7 баланы ақыры түбінде тапты. Бәрі дарға асылып төбеден түсіп тұрды. Тірі қалған қыз толығырақ сұраққа алынды. Бірақ ол шын айтып отырмын деп қайтпай қойды. 7 бала тасталып кеткен мектепке өздерінің мықтылығын тексеруге барған. Олардың жаппай өздеріне қол жұмсауларына себеп болған жоқ. Бірнеше апта өткен соң полицейлер іздеуді тоқтатуға мәжбүр болды. Себебі балалар адам қолынан өлді деген дәлел таба алмады. Полицейлер балдардың өз-өздеріне қол жұмсауын алдын ала жоспарлап алған деп шығарды. Осы жағдайдан кейін қаладағылардың ешқайсысы бұл мектептің маңайына да жолақысы келмеді. Әсіресе кеш батқан кезде.